Әр қайсы ерекше болғанымен, барлық тау жыныстары қарапайым минерал түйіршіктердің жиынтығы. Минералдың түрі, түйіршіктердің көлемі және тау жыныстарының түзілу жолдары. Осылардың барлығы олардың сипаты мен қасиетіне әсер етеді. Гранит тығыз орналасқан түйіршіктерден құралғандықтан берік. Ал құм дөңгелек түйіршіктерден құралып, арасында ұсақ бос орындар қалғандықтан жұмсақ әрі кеуек. Барлық тау жыныстары үш түрге бөлінеді. Лай тұнбасы мына теңізге бағытталған өзенді қоңыр түске бояйды, ақырында сол жақта шөгеді. Шөгінді жыныстар терең қабаттардағы минералды және органикалық бөлшектердің су түбінде шөгуінен түзіледі. Уақыт өте келе төменгі қабаттардағы қысым әсерінен түйіршіктер нығыздалып, жыныстарға айналады. Мына құм бетінен шөгінді жыныстарды көруге болады. Кейде өсімдік пен жәндік қалдықтары пайдалы қазбаларға айналады. Магмалық тау жыныстары магма, яғни балқыған тау жынысының суынып, қатты денеге айналуы арқылы түзіледі. Жер бетінің үстіңгі қабатында түзілетін жыныстар экструзивті, ал төменгі қабатында түзілетін жыныстар интрузивті жыныстар деп аталады. Жер үстінде тез суынатын жыныстарда ұсақ кристалдар болады. Ал баяу суынатын тереңде жатқан жыныстар ірі кристалдардан тұрады. Қысым мен жылу әсерінен өзгеріске ұшырап, бірақ жеткілікті түрде балқымайтын жыныстардың үшінші түрі метаморфтық тау жыныстары. Бұл бір кездері сазды тақтатас болған, бірақ ыстық пен қысым әсерінен беткі қабаты қайта түзіліп тас нығыздала түскен. Сол секілді, жер қыртысының төменгі бөлігінде құмтас кварцитке айналады. Түзілу жолына қарамастан тау жыныстары мәңгілік емес. Олар ұдайы бөлшектеліп қайта түзіледі. Осылайша тау жыныстары ұзақ жасалу кезеңінен өтеді.